жарайсыңдар, қызым. Ал Адланның бүгін тұсауын кесеміз. Ол біздің қазақтың дәстүрі. Бірінші тұсау кеспей жатып батасын берейік. Бисмилля. Алдымен Алла ондасын, еш жамандық болмасын, баланың көңілі жай болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Аумин. Ал келе қой, Адлан. Бисмилля. Адлан, тұра қой, балам. Бұл ала жіпті не үшін кесеміз? Біреудің ала жібін аттамасын, жолы ақ болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Бисмилля рахман-рахим. Ау, кестік. Қаз-қаз балам, қаз балам. Сауынды кесейін. Ал, отыра қой, Адлан. Отыра қой. Ала қой, Адлан. Ала қой. Ала. Ой, молодец. Ал, жарайсың, жарайсың. Адлан оқымысты жігіт болады екен. Шашамыз. Қыздар жинап алың. Ал. Ой, Атлан, орамал тон болмайды, жол болады. Ай, рахмет келін айналайын, рахмет. Менің жолым берсін. Мен сияқты немере көріп, шөбере көре берсін айналайын. Біз әңгіме астында тату-тәтті боламыз. Бірге иық тіресіп, бақытты өмір сүреміз. Әже, Қажымхан атамыз сияқты 8 қырлы, бір сырлы азамат болмышсың. Қандай қасиеттерді үйренуіміз керек? Балалар, Қажымхан атамыз өте қарапайым, мейірімді, атақ даңқымен мақтанбаған ата болған. Біз өте еңбекқор болуымыз керек. Бастаған ісімізді аяғына дейін жеткізуіміз керек. Денемізді күтіп, дене шынықтырумен айналысуымыз керек. Спортпен шұғылдануымыз керек. Атамыздың темірді түйіндейтін, немесе тасты көтеретін оқиғаларды айтып беріңізші. Жарайды, балалар. Атамыз өте еңбекқор адам болған. Күн сайын денесін шынықтырған. Ауыр тастарды, күшті темірлерді иіп, адамдарды таң қалдырған. Тіпті бірнеше адамның күші жетпейтін ауыр тастарды бір өзі көтеріп, бүкіл елімізді таң қалдырған ата болды. Әже, Қажымхан атамыздың бойымен де күшімен де бөлек мінезі қандай болған екен? Қажымхан атамыздың бойы шамамен 190-195 сантиметр болған. Атамыз өте ірі, жауырыны қақпақтай кісі болған. Ол кісінің дене бітімінен де бөлек мінезі өте жайдарлы, қарапайым кісі болған. Әже, Қажымхан атамыздың имандылығы мен батырлығы қалай ұштасқан екен? Қажымхан атамыз алып күштің иесі, әлем ареналарын бағындырған атақты балуан ел арасында қайырымдылық үшін күрес өткізіп, жинаған қаржысын түгелдей майданға қажетіне жұмсаған. Қажымхан өзінің өнер көрсету, күрес өткізіп, жинаған қаржысын түгелдей майданға берген. Қажымхан өзінің өнер көрсету сапарларынан 100 мың сом қаражат жинап, оны майданға жаңа ұшақ жасауға берген. Ол уақыт үшін аса қомақты, мемлекет үшін өте үлкен демеу болған балалар. Ең үлкен байлық не деп ойлайсыңдар? Менің ойымша алтын мен күміс. Ол мүмкін үлкен сарай шығар. Жоқ, менің ойымша дәмді тағам мен дастархан.
Жоқ, ең үлкен байлық алтын мен күміс емес, үлкен сарайда емес. Ең үлкен байлық бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүргеніміз екен.